Жастар жылы аясында жаңа қалада жарқын істер жүзеге асты. Ауданда қос бірдей коворкинг орталығы ашылып, ауыл жастарының игілігіне берілді. Әрі рухани жаңғыру бағдарламасы шеңберінде Қамыс Самар өлкесінің тарихы туралы жаңа кітаптар жарық көрді. Жастар жылы жаңа жетістіктерге жетелейді. Жастардың терең білім алып, шығармашылық қабілетін шыңдауға жан-жақты қолдау көрсетілуі тиіс. Бұл бағытта Жаңақала ауданында Самғау коворкинг орталығы ашылды. Ғимарат заманауи құрал-жабдықтармен және компьютерлермен қамтылып, ғаламтор желісіне қосылған. Әрі нысанда жастарға қызмет көрсету орталығы жұмыс істейді. Жастарға қызмет көрсету орталығы дипломмен ауылға бағдарламасына үй алуға және де жастарды жұмысқа орналастыруға, жұмыспен қамту орталығына қалай орналасуға болатынын және де жастар тәжірибесі бойынша жастарға қызмет көрсетеді. Самғау орталығы жастардың бос уақытын тиімді өткізуге арналған жаңа қаладағы жалғыз нысан емес. Рухани жаңғыру бағдарламасы мен аудандық кітапхана қайта жаңғыртылып, кезекті коворкинг жасақталған. Орталықта шахмат, дойбы, тоғызқұмалақ, асық ойнауға, қолөнер бұйымдарын жасауға және семинар, тренингтер өткізуге мүмкіндік берілген. Ауданға іс-сапармен барған облыс әкімінің орынбасары Ғабидолла Оспанқұлов жаңа нысандарды аралап, жастармен жүздесті. Коворкинг дегеніміз бір сөзбен айтқанда кітапханаға келушілердің бос уақытын тиімді әрі пайдалы өткізуіне жағдай жасалған. Орталығымыз ұлттық құндылықтарымызды дәріптеуге, рухани санамызды оятуға үлкен серпіліс береді деп ойлаймыз. Сонымен қатар жуырда Қамыс Самар өлкесінің тарихы топтастырылған қос кітап жарық көрді. Еңбектер Жаңақала энциклопедиясының 2 және 3 томы саналады. Алғашқысы 30 жылдардан бастау алып, еліміз тәуелсіздік алған тұсқа дейінгі аралықты қамтыса, кейінгісінде жаңа кезеңдегі жетістіктер баяндалған. Еркебұлан Смадияров, Ержан Тойлыбай, Алтынбек Қабделов, Ақ жайық телеарнасы.